Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін бешбармаққа арналған жайма жаюдың рецептін сіздерге ұсынамын. Бұл рецепті маған анам үйреткен. Мен әрқашан осы рецепт бойынша дайындаймын. Бізге қажетті ингредиенттер, яғни құрамы: су қажет болады. Су менде жылы су 250 мг, бір жұмыртқа, ұн және де тұз қажет. Бір шай қасық тұзды жылы суымызға қосып араластырып қоямыз. Енді маған бүгін 2 дөңгелек нан су қажет болады. Мен жалпы дөңгелек нанды 2 алақанның уысыменен өлшеймін. Міне осы 2 уыс алақаным бұл 1 нан болады. 1 дөңгелек нан. Маған 2 нан су керек, яғни мен 2 осындай уыс алақан нан ұн аламын. Қыздар, осылай есептеп көріңіздер, дәлме-дәл шығады. Енді осының ортасын, яғни ашамын. Бір жұмыртқамды жарамын. Суымды құйып, қамырымды елеймін. Жалпы қамырды басында елеген кезде ол құрғақ болып көрінуі мүмкін. Бірақ елеген сайын, яғни қамырдың иіні қанып, жаңағы ылғалды су шығады. Бірақ әркімнің ұны әртүрлі болады. Ол яғни сортына байланысты, маркасына байланысты. Сол себепті егер де қатты құрғақ болып жатса, тағы да жылы су құйып жіберулеріңізге болады. Жаңағы сол стаканның ішіне түбінде жаңағы тұздың түйіршіктері қалып қойуы мүмкін. Сол түйіршіктің үстіне тағы да біраз жылы су құйып, құйып араластыруларыңызға болады. Егер де қатты қамырларыңыз құрғақ болып жатса. Мен шеттегі ұндардың барлығын жинап алып, осылайынан қамырды, яғни жақсылап тұрып елеймін. Осылай ұзақ етіп елеп, одан кейін тақтайшама түсіріп алам. Жақсылап тұрып иіні қанғанша елеп алам. Аздап ұн себулеріңізге болады, егер де қатты құрғақ болып жатса. Қатты жабысқақ болып жатса, осылайынан кішкене ұн сеуіп жібересіздер. Жалпы еш қиындығы жоқ. Міне осындай өте қатты да емес, жұмсақ та емес, сонда нағыз иіні қанған қамыр шықты. Енді осыны 20-30 минутқа қойып қоямыз кішкене. Кейін осы қамырымызды тағы да еленіңкіреп ортасынан бөлем. Міне менде дәлме-дәл 2 жаңағы дөңгелек нан шығады осыдан. Жаймаға арналған 2 жаңағы көлемі жағынан мен тақтайшам сияқты дөңгелек үлкен 2 қамыр шығады. Осылайынан алдын ала барлығын дайындап реттеп аламын. Кейін екеуін жаңағы нанымды жаятын боламын. Қыздар, енді міне бір жайма нанымды жайып жатырмын біріншісін. Осылайынан жаясыздар. Енді мен идеалды түрде әлі де дөңгелек етіп салмаймын. Енді үйреніп жатырмын, шыны керек. Бірақ бұл нағыз сәтті шығатын рецепттердің бірі. Мен қонақтарды келін болғалы қанша қонақ күтіп жүрмін. Әрқашан осылай қамырды өзім өзім жайып қоям. Ешқашан жаңағы сәтсіз шыққан кездер болған емес. Енді еттеріңіз қайнай бастаған кезде, жалпы бір 2 сағат уақыт қалған кезде, яғни еттің пісуіне шамамен 2 сағат уақыт қалған кезде алдын ала жайып қойыңыздар. Нандарыңызды жаңағы алдын ала жайып қойсаңыздар, біраз кепсе, ол күшті болады. Яғни кепкен қамыр сәтті болады. Сорпада өзім жаңағы майынды жұтпай, сорпанды жұтпай жақсы болып шығады. Осылай алдын ала жайып тастаймын. Еш қиындығы жоқ. Каналыма тіркеліп кеттіңіздер. Сіздермен болған мен Райхан.